Сәлем жастар, қалдарың қалай? Бұл Еркеназ. Бүгін мен сендерге резюме не CV'ді қалай жазу керек туралы сөз қозғамақпын. Қазір университет бітіріп не жаңа жұмысқа көшейін деп жатсаңдар, сендердің резюмелердің керемет, айқын болуы өте маңызды. Резюме бұл сендердің еңбек тәжірибелерінің, қабілеттерінің, білімдерінің бір қағазда жиналған бір құрал. Сол арқылы жұмыс істеген келетін компаниядағы HR мамандар сен туралы ақпарат алмақ. HR мамандардың алдында көптеген резюмелер болуы мүмкін. Сондықтан сенің резюмелерің солардың ішінде есте қалып, сені интервьюға шақырсын деп ойласаң, онда ары қарай бұл видеоны тыңдауға кеңес беремін. Мен сендерге бірнеше ереже айтпақпын, қалай резюмелерді түзеуге болады. Біріншіден, қандай тілде резюме жазатындарыңды шешіп алу керек. Егер қазақстандық компанияларға тапсырам десең, онда көбінесе орысша. Ал шетелдік компанияларға тапсырсаң, онда ағылшынша жазу керек. Сондықтан резюменің екі тілде болуы абзал. Екіншіден, резюменің қандай форматта жазатындарыңды ойластырып қояйық. Мен өзім Microsoft Office'та жазып, оны керек кезде өзгертіп отырамын да PDF форматына ауыстырамын. Қазіргі таңда интернетте көптеген ақылы тегін сайттар бар резюме жасайтын. Тағы да еске түскенім, HeadHunter'да резюме жасайтын шаблондар бар, оны да қолдануға болады. Төменде резюмесі жасайтын сайттарға сілтеме қоямын. Төртінші, бұл шрифт пен түстердің қадағалауы. Яғни мен өзім 10-12 мөлшердегі шрифт қолданамын, және Arial, Tahoma, Calibri түрлерін аламын. Және мен тек екі түсті ғана резюме қолданамын. Резюмеге ол қара түс, тек ең басты текст үшін, және де көк не қызыл түстерді ғана қолданамын. Одан көп түсті қолдану керек жоқ деп ойлаймын. Бесінші, бұл резюменің ұзындығы. Мен ойымша, енді сендер енді ғана университет бітіріп жатсаңдар, 1-2 жыл жұмыс істесеңдер, онда резюмелердің бір беттен аспау керек, абзал. Өйткені бұл HR мамандар үшін де бүкіл ақпаратты бір беттен көру өте ыңғайлы. Алтыншы, бұл резюменде ешқандай грамматикалық не әріптен қателер кетпеуі абзал. Өйткені сендер грамматикалық қателер кетірсеңдер, онда сендердің жұмысқа да солай елеусіз қарайды деп ойлауы мүмкін. Сондықтан резюмелерің қатесіз болсын. Жетінші, әр вакансияға тапсырғанда резюмелеріңді өзгертіп отыру абзал. Егер мысалы инженерлік мамандықтарға тапсырсаңдар, онда қандай ғылыми жобаларда болғаныңды, не болмаса қандай олимпиадаға қатысқандарыңды көрсету керек. Ал егер бизнес мамандықтарына тапсырсаңдар, онда мүмкін сендер кеш чемпионатқа қатысқан шығарсыңдар, әлде бизнес ашқан шығарсыңдар, соны көрсетуге болады. Ал қазір біз бір резюменің үлгісін талдап көрейік. Жастар, мынау резюменің бір үлгісі. Бұл жерде тұрған ақпараттың бәрі өтірік деп қараңдар. Үстіне өз аттарыңды, фамилияларыңды жазып, қай қалада орналасқандарыңды көрсетуге болады. Және де телефон мен имейлді қою маңызды. Имейлді қойғанда өз аты мен фамилиясы бар имейл қойған жөн. Қазір енді кішкентай кезден келе жатқан бір ойнақы имейлдарым болса, оны қоймай-ақ қойыңдар, өйткені бұл HR мамандарға өте бір елеусіз болып көрінер. Төменде мен бір қызыл сызықпен қойып қойдым. Бұл арқылы мен келесі бөлімге көшкенімді көрсетіп жатырмын. Мен жоғары оқудан бастадым, өйткені мен ойымша сендер қазір енді ғана жұмыс істеп, не болмаса университет бітіріп жатсаңдар, оқуларыңды көрсету маңызды. Бұл жерде қай университет бітіргендеріңді, қандай оқуда болғандарыңды
және қандай мамандық бітіргендеріңді көрсету керек. Астына дипломның тақырыбы, оқуды қалай бітіргендеріңді, егер стипендия жеңсеңдер, оның атын да жазып қоюға болады. Университет басқа елде болса, оның шетте атын көрсетіп қоюға болады. Тағы бір айтатын жай, егер GPA-ларың төмен болса, оны резюмеге көрсетпей қойған жөн. Одан кейін еңбек тәжірибесі. Бұл жерде хронологиялы тәртіп бойынша ең ақырғы жасап жатқан жұмысын атын, өзінің позицияңды көрсетіп, қай елде екенді қоюға болады. Төменде тек қана өзінің жұмысының функцияларының атын ғана көрсетпей, егер бір жобаларда жұмыс істеп жатсаң, өзің бір үлкен пайдалы өзгеріс алып келсең, соны да атап өткен абзал. Ал сен студент болсаң, онда қазір қандай стажировкалар өткенді де атап көрсетуге болады. Төменде қандай тренингтер, стипендиялар, конференцияға қатысқандарыңды тізбектеуге болады. Бұл жерде одан кейін қандай адамдар саған ұсыныс хат айта алады, соның аттарын жазып қоюға болады. Университет кезінде мен ойымша ол сендердің жастар талдаған резюме сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Төменде оған сілтеме қоймақпын бұл резюмеге. Бұл сілтемені қолданып өздерінің керемет резюмелеріңді жасауға тілектеспін. Және осы резюме арқылы өздерінің қалаған компанияларында жұмысқа шақырады деп соған ниеттенемін және соны сендерге тілеймін. Тағы да басқа сұрақтарым болса, төменде комментарий жазыңдар. Видеоны лайк қойыңдар және менің каналыма жазылыңдар. Рахмет. Сау бол. Сонымен білемін әркімнің таңы